Балаға өзінің таңдауын беретін жас жоқ. Оның таңдауы кішкентай кезінен құрметтелу керек. Мысалға, бала мына ойыншықпен ойнағысы келе ме, ойнасын. Бала бір ойынның түрімен ойнағысы келе ме, ойнасын. Бала мысалға жерде жатқысы келе ме, жатсын. Диванға жатқысы келе ме, жатсын. Сол сияқты баланың таңдауына құрметпен қарау керек. Сөйтіп отырып қақпайлау керек. Мысалға, шауып бараққан атты тоқтату үшін алдынан шықпайсың. Қасына қосарлана шауып отырып, өзің қалаған жаққа қарай атты бұрасың. Сен баланы иманды болсын десең, білімді болсын десең, парасатты болсын, балаң жомарт болсын, балаң жаңағы мәдениетті болсын десең, оның бірден бастап сындырып тәрбиелеудің қажеті жоқ. Балаңа еркіндік бере отырып, баламен бала болып жүріп жайлап тарту керек. Мысалға, баламен бала болып ойнаған әке-шешелер көбінде кейін қартайғанда да баласынан рахат көреді. Баласына үлкен адам болып қарап, состиып, балаға ақыл айтып ұрса берген әке-шеше, ол бала есейген сайын арасы алыстай береді. Біз бала үшін қызық болуымыз керек. Егер бала үшін интересный дейді қызық болсақ, бала бізден кез келген идеологияны қабылдайды. Сондықтан қазаққа қазір ең керек нәрсе баламен бала болып ойнай алу. Баламен бала болып ойнай алған адам ғана ертең онымен құрдасындай дана болып ойлана алады.